дүниелер. Өйткені сіз бұған дейін қалай өмір сүрдіңіз, бұған дейінгі установкаларыңыз қалай болды, сіз әлі біраз уақыт солардың жемісін көресіз. Өйткені мысалы біз егер алма ағашын ексек, ол жерден алма шығады ғой, біз алма ағашын егіп алып, сосын алма шыққан кезде неге алма шықпады деп айтпаймыз ғой. Сондықтан да сіз ана 5 жыл бұрын, 6 жыл бұрын, не болмаса 10 жыл бұрын, не болмаса 3 күн бұрын бір жаман энергияның, жаман негатив ойдың, тағы да басқа дүниенің сіз дәнегін егіп қойдыңыз, егіп қойдыңыз. Енді сол шығады міндетті түрде. Әдетте ол жаңағыдай сіз таза жолмен жүріп рухани практикамен айналыса бастаған кезде шығады. Өйткені олардың барлығы сіздің ойыңыздың жемісі, нәтижесі. Сондықтан олар ешқайда қалып кетпейді. Олар шыға береді. Ал сіздің соңында да тоқтатпауларыңыз керек. Соңында да өз-өздеріңізбен жұмыс істеуді тоқтатпау керек. Содан кейін жаңағы кармаңыз біткен кезде енді одан кейін барып жақсы дүниені істеген дүниелеріңіз алдыңыздан шығады. Сондықтан рухани практиканың жолына түскен кезде қорықпаңыздар еш нәрседен. Ауру сырқаулар болуы мүмкін, үй ішінде түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін, ұрыс керіс болуы мүмкін, бір дүниелеріңіз дұрыс болмай кетуі мүмкін, тағы да басқа сондай түрлі кедергілер болуы мүмкін. Барлығында емес, кейбіреулерінде мүлдем ол болмауы да мүмкін. Барлығы адамның тағдырына, өмірлік жолына, кармасына байланысты. Сондықтан сондай кезеңде тағы да сабыр сақтаңыздар. Өйткені бізге емтихандар беріледі деп. Өткенде айттым, мысалы біз айтамыз, Алла тағала маған күш бере көш. Сосын барып Алла тағала бізге береді күшті, бізге сынақ береді.